3-те 159 есепте егер функция fx тең болады x-тен 1 формуласымен берілсе, онда берілген өрнектердің мәндерін тап дейді. Бірінші өрнек бізде f 0,5-тен азайтылған f1-ден f, яғни x-тің мәндері 1-ге және 0,5-ке тең болғандағы функциялардың айырымы. Орнына қоямыз 1 бөлінген 0,5 минус 1 бөлінген 1 болады. 10 бөлінген 5 2 минус 1-ді 1-ге бөлсек 1, айырымы 1-ге тең болады. Екіншісін дәл осылай есептейміз. f мұнда 1 минус f 1,5 тең болады. 1 бөлінген 1 азайтылған 1 бөлінген 1,5. 1-ді 1-ге бөлсек 1 болады. Минус 10 бөлінген 15. 5-ке қысқарады, сонда 3-тен 2 шығады. 1 дегенімізді 3-тен 3 деп жазуға болады. Азайтылған 3-тен 2. Сонда шығады 3-тен 1. Үшінші f 1,5 минус f 2,5 тең болады. 1 бөлінген 1,5 минус 1 бөлінген 2,5. Мына 10 бөлу 15 минус 10 бөлу 25 бүтінге айналдырып аламыз бөлімдерін. 5-ке қысқарады, біріншісі 3-тен 2 болады, екіншісі 5-ке қысқарады, 5-тен 2 болады. Ортақ бөлімі 15, мынаған 5-тен, онда 3-тен береміз. Сонда 15-тен 10 азайтылған 6 шығады, 15-тен 4. Қысқармайды, осылай қалдырамыз. 160-шы есепте x 0-ден үлкен және 0-ден кіші мәндерді қабылдайды. 0-ден басқа сандардың барлығын қабылдайды деген сөз ғой. Сондағы x мұндағы k 0-дан үлкен болған кезде функция y тең болады. x-тен k кемімелі, ал егер теріс мәндер болса k функция өспелі болатынын пайдаланып, келесі берілген функциялардың жаңағы қайсысы өспелі, қайсысы кемімелі болатын функция қай координаталық ширектерде орналасатындығын анықтаңдар дейді. Ендеше бірінші функция y тең болады 3 бөлу x. Енді бізде егер k 0-ден үлкен болса, функция кемейді дедік. Бұл жерде 3 0-дан үлкен. Онда функция кемімелі болады. Кемімелі, ал қай ширекте жатады дейді. Бұл жерде ширегін анықтау үшін бұл жерде функциямыз x плюс болса, оң санды оң санға бөлгенде y-та плюс шығады. Онда плюс пен плюс деген міне оң сан x, y-де оң сан болса, яғни мына жақта жатады бірінші график. Екінші жағы бізде екеуі де x теріс болатын болса, 3-ті теріс санға бөлетін болсақ, теріс сан шығады, y-де теріс болады. Яғни мына жақта жатады. Бізде бұл функция бірінші және үшінші ширекте жатады екен сонда. Енді екіншісінде y тең болады минус 10 бөлу x. Бұл жерде коэффициент минус 10-ға тең болып тұр. Бұл 0-дан кіші, k 0-дан кіші болса, функция өспелі деген сөз. Өспелі. Енді қай ширекте жататынын анықтаймыз. Бұл жерде x-тің мәні оң болатын болса, яғни мына жақтағы мәнді қабылдаса оң мән болса, теріс санды оң санға бөлсек, теріс сан шығады. Яғни мына y-тің мәнді теріс болады. График мына жақта жатады деген сөз. Егер x-тің мәні теріс болса, теріс санға бөлсек, оң сан шығады. Сонда график былай жатады деген сөз. Бұл бізде екінші және төртінші ширек. Екінші және төртінші ширекте орналасады екен ендеше. Енді үшінші y тең болады минус 1 бөлінген 2x. Бұл жерде коэффициент минус 2-ден 1-ге тең. Минус 2-ден 1, бұл теріс сан 0-дан кіші. Онда функциямыз өспелі болады. Өспелі функция қай ширекте жататынын анықтайық. Бұл жерде x-тің мәні оң болатын болса, теріс санды оң санға бөлсек, теріс сан шығады. Ендеше мына жақта y. График мына жақта төменде жатады. X теріс сан болса, теріс санға бөлсек, y оң сан шығады. График мына жақта болады. Яғни бұл екінші және төртінші ширекте орналасады екен. Енді төртінші функциямыз
y тең болады 1 бөлінген 4x. Коэффициент 4-тен 1-ге тең, 0-ден үлкен. Онда бұл функция кемімелі. Таң басын анықтайық. Бұл жерде оң санды оң санға бөлсек оң сан шығады. Бірінші ширекте, теріс санға бөлсек оң санды теріс сан шығады. Үшінші ширекте. Функция бірінші және үшінші ширекте орналасады екен. 161 есеп санды стандарт түрде жазып, оның мәнді бөлігі мен ретін көрсетіңдер. Санның стандарт түрі деп а көбейтілген 10-ның n дәрежесіндегі түрді айтамыз. Мұндағы а дегеніміз 1-ге тең, бірден үлкен деген, бірден үлкен не оған тең немесе 10-нан кіші сан болу керек. Яғни осы аралықтағы сан болу керек. Бірінші санымыз бізде 28 миллиард 127 миллион деген. Сонда амыз 1 мен 10-ның арасындағы саны, бұл жерде 2 деп басталу керек. Яғни бұны жазамыз. Неше рет артынан өтір әкелу керек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни 2,81 деп жазып алам. Көбейтілген 10-ның сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дедік. 10 дәрежесі болады. Бұл жерде мәнді бөлігі деп аны айтамыз. Мәнді бөлігі 2,10,000,827, ал реті деп 10-ның дәрежесін айтамыз. Реті 10-ға тең болады. Екінші санымыз 0, мынау неше? 1 миллиардтан 0,000,19,270 миллиардтан 19,270. Бұны енді 1 бүтін деп жазуымыз керек болады. 1 бүтін қалған 9,270. 10-нан 9,270. Өтірді неше рет артқа жылжыту керек? 1, 2, 3, 4, 5. Яғни болады 10 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі. Артқа жылжытсақ, минус 5 дәрежесі болады. Сонда бұның мәнді бөлігі мәнді бөлігі 1 бүтін 10-нан 9,270. Мұны 0-ді жазбай кетуге болады. 70 емес, 7 деп қана. 1927 деп. Артындағы 0 ол бос жатқан 0. Реті минус 5-ке тең болады. Үшінші санымыз 7-ден 4 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі. Бұны енді 4-ті 7-ге бөлуіміз керек болады. Баған түрінде бөлейік. 7-ні 4-ке, 4-дің ішінде 0 рет бар. 40-тың ішінде бізде 40-тың ішінде 5 рет бар. Аламыз 35, 50-дің ішінде 7 рет бар. 49 азайтамыз 1, 10-ның ішінде 1 рет бар. Азайтамыз 7-ні 3. Жалпына периодты бөлшек қоя. 30-дің ішінде 4 рет, 28, 2 қалдық. 20-ның ішінде 2 рет бар. 14-ті азайтамыз 6, 60-дің ішінде 8 рет бар. 56-ны азайтамыз 4 қалдық. 40-тың ішінде 5 рет. Міне қайтадан қайталанып кетті нежден бастап. Сонда бұл 0,57142 8. Осы толығымен қайталанады екен. Көп нүкте көбейтеміз 10-ның минус 5 дәрежесі. Енді бұны стандарт түрде сонда біз 5 бүтін деп жазуымыз керек болады. Жазамыз 5 бүтін 7,14,28 көбейтілген 9 деп аяқтасақ болады. Жуық мәнмен алатын болсақ 9 болады. Себебі 8-ден кейінгі сан 5 қой. Алдына бір сан қосады. Сонда мына жер 9 болады, 8 емес. Көбейтілген 10-ның минус неше рет жылжыттық артқа? 1 рет қана жылжыттық. Тағы бір минус 1 қосылады. Сонда минус 6 болады. Мәнді бөлігі. Мәнді бөлігі 5 бүтін 100,000-нан 71,429 болады. Ал реті
минус 6-ға тең. Оны өшіп тұстайық. Төртінші санымыз. 4-те бізде 182 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі. Енді 182 дегенде біз 1 бүтін деп жазуымыз керек болады. 1 бүтін 182. Яғни 2 рет үтір жылжыды ғой, сонда мына 10-ның 7 дәрежесіне тағы 2 қосылады. 10-ның 9 дәрежесі болады. Бұл жерде мәнді бөлігі А-мыз 1 бүтін 182-ге тең, ал реті 9-ға тең болады. 162-ші есепте теңдеуді шешу қажет. Теңдеуді шешу үшін алдымен жақшаларды ашып, x-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинақтап аламыз. Енді бұл жерде мына жақша жай тұр, негізі жақшаның бар жоғы ешқандай маңызы жоқ. Сондықтан жақшаны жоқ деп есептеп, бірден x-і барды бір жаққа, санды бір жаққа жинақтайық. Ол жерде 3,5x 5,5 минус болып келеді. Минус 5,5x тең болады. Мына жаққа сандарды жинақтайық. 3,4 минус 5,8 минус 1,8 мына жаққа 1 плюс деп өтеді. Енді үлкен саннан кішісін алып, үлкен таңбасын қоямыз. 5,5-тен 3,5 алсақ 2 болады. Үлкен таңбасы минус 2x тең болады. Мына жерде 2 оң санды бір-біріне қосып алайық. 3,4-ке 1,8 қосамыз. 2 бір ойда, 4 ойдағы мен 5,2 минус 5,8, яғни үлкеннен кішісін аламыз. Шығады 0,6, үлкен таңбасы минус 0,6 шығады. Енді x табу үшін минус 0,6-ны минус 2-ге бөлеміз. Сонда x тең болады. Минус пен минус плюсті береді. 2-ге бөлсек 0,3-ге тең екен. Енді екінші теңдеуде x плюс 5a жақша ішінде минус 17a тең болады 3a минус 2x. Мына жерде де жақша жай тұр, негізі жақшаның ешқандай маңыздылығы жоқ. Сонда x 2x плюс 2x болып келеді. Тең болады 3a 17a плюс болып келеді. 5a минус болып көшеді. Минус 5a. 1x-ке 2x-ті қоссақ 3x болады. Тең болады 3a-ға 17-аны қоссақ 20a, 20-дан 5-ті алсақ 15a. Енді x-ті табу үшін 15a-ны 3-ке бөлеміз, шығады 5a. 163-ші есепте сөзбен сипатталған модельді математикалық тілде жазу қажет. Біріншісінде x және y сандарының қосындысы 17-ге тең. Яғни x пен y-тің қосындысы тең 17-ге дейді. Екінші сөйлем. Екі санның екі еселенген көбейтіндісі, олардың қосындысынан 20-ға артық. Екі санның екі еселенген көбейтіндісі, яғни екі санның көбейтіндісін екі еселе дейді. Екі еселенген көбейтіндісі. Олардың қосындысынан тең болады. Олардың қосындысы деген x пен y қой. Қосындысынан 20-ға артық. Яғни мына көбейтінді 20-ға артық. Көбейтіндіге тең болу үшін мынаған 20-ны қосу керек деген сөз. Енді 20-ға кем ғой қосындысы. 20-ны қоссақ екеуі тең еседі деген сөз. Міне осылай құрастыруға болады. Так, немесе бізде жаңағы екі еселі екеуінің көбейтіндісі 20-ға артық болып тұр ғой. Сол артық 20-ны алып тастасам, ол қосындысымен тең еседі деген сөз. Немесе осылай жазуға болады.